Қайырлы күн барлықтарыңызға. Біз бүгін осындай дәмді жент дайындайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Мен жентке міндетті түрде ірімшік қосамын. Бұл менің өзімнің қолдан жасаған ірімшігім. Бір алған сүтім дұрыс болмай, басы бірікпей қалды. 3 килограммдай шыққан. Содан кейін мен сол ірімшікті мұздатқышқа қойып, шетінен өстіп шығарып, жент жасауға қосып жүрмін. Ірі бөліктері болса, өстіп қолыңызбен ұнтатып жіберіңіздер. Үстіне талқанымызды қосамыз. Менің талқанымның қанты жоқ, сондықтан бір ас қасық қана қант қосамын. Қантты көп қоспаймын, себебі мен мед қосамын. Менде мед натуральный, 2 түрлі мед. Екеуінен де тек қана көріп тұрғандарыңыздай қасықтың ұшымен ғана қостым. Енді май қосамыз. Менде қолдың майы, майский май. Осы майды мен майдың кезінде 5-6 келі алып, морозильникке тастап, шетінен қыста пайдаланам. Қазір бұл майдың құрамында тұзы жоқ. Және майды да көрдіңіздер, көп қосқан жоқпын. Менде жаңағы 100 мл ыдыс, соның жартысын, яғни 50 мл ғана еріген майды құйдым. Енді өстіп қалақшаның көмегімен илеп аламыз, сосын ары қарай қолыммен илейтін боламын. Осындай жентті дайындап алсаңыздар, қонаққа қоюға да, және де өзімізбен шай ішуге де өте керемет болады. Женттің дәмінде қолдың майының да, ірімшіктің де, және де натуральный медтің да кәдімгідей дәмі білініп тұрады жеген кезде. Өйстіп алақаныңызда қысып көріңіз, егер басы біріксе, онда жентіміз дайын деген сөз. Енді бұл жентті түрлі формаларға салып қатырсаңыздар болады. Менде Милка шоколадының формасын алып қойғанмын. Сонымен үйге шай ішкенге жент жасаймын осы формамен. Негізі кекс пісіретін формаларыңыз болса, неше түрлі формада жасасаңыздар болады. Және де осы женттің құрамына жаңағыдай мейіз қоссаңыз болады, және жаңғақ қоссаңыз болады. Ішіне қосатын болсаңыз жаңғақты ұнтап қосыңыз. Егер сыртына қосатын болсаңыз, ірлеу қылып сәндеп қойсаңыздар болады. Шоколадпен сәндесеңіз болады, сгущенкамен сәндесеңіздер болады. Барлық жентімізді салып алдық. Енді үстінен басыңқырап шығыңыздар. Түсірген кезде ортасында бос жер қалмас үшін. Енді қалған жентті осындай шағын ыдысқа жасағым келіп тұр. Ертең бұл ыдысты алып, бөліктерге бөліп қойсақ болады. Және де осы жентті дайындап болғаннан кейін 1 сағат тоңазытқышқа қоясыздар. Міне жентіміздің тоңазытқышта тұрғанына 1 сағат болды. Қарап тұрсаңыздар, жентіміз оп-оңай алына береді. Егер сізде әдемі форма болса, әдемілеп жасап, қонаққа ұсынсаңыздар болады. Екінші ыдыстағы жентімізді міне оп-оңай формасынан түсті. Енді ұсақтап турайсыз ба, ірлеп турайсыз ба, өздеріңіздің қалауыңызша. Мен енді өстіп 4 бөлікке бөліп қоя қойдым. Жент өте дәмді болған. Егер видео сіздерге ұнаса, маған лайк басып, комментарий жазып, маған жазылуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.